Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай өте әдемі шаблонды бірге жасайтын боламыз. Шаблонды жасауды бастамас бұрын сіздермен бір нәрсені бөліскім келеді. Жалпы байқасаңыздар, біз бір жақсы нәрсені жасар алдында бізге үнемі бір нәрсе кедергі болады, иә? Ол біздің қорқынышымыз, біздің жалқаулығымыз, біздің түрлі жаман ойларымыз кедергі болады. Міне менде де осы тойбастарды бастамас бұрын қатты қорқыныш болды, және мен ойладым, менің конкуренттерім көп, мен бәрібір жасай алмаймын, менде заказ түспейді, менен әдемі шықпайды деп. Өйткені мен қайшымен қиюды дұрыс білмейтін болдым, жалпы қайшымен жұмыс жасауды дұрыс білмейтін болдым. Бірақ сонда да декретте отырғасын менде андай сезім болды. Мен мысалы түк табыс таппаймын деп өз-өзіңді андай жегіп, өзіңді бір кінәлі сезім, солай сезім болды да. Сосын не де болса көрейін деп тойбастарды бастап кеттім. Қазір Аллаға шүкір, еш өкінбеймін. Қазір декретте отырсам да ақша табуға болатынын өз-өзіме дәлелдедім. Міне достар, сіздер де еш қорықпастан бастап кеттіңіздер. Ал егер осындай әдемі шаблондарды қайдан аламын деп ойлайтын болсаңыздар, онда сіздерге дайын шаблондар каналына қосатын боламын. Ол үшін менің WhatsApp ссылкама өтсеңіздер болады. Ол осы видеоның астында описаниеде тұрады. Ал енді шаблонға оралсақ, міне бізде барлық керек емес бөліктерін алып тастағанда осылай қалады. Қазір енді осыны сызықтары бойынша бегабайт етіп шығамыз, содан кейін бүктейтін боламыз. Біз екі шаблонды да бүктеп алдық. Мына тұрған көк тұрған жерін ішке қарата майыстырамыз. Және тағы да айтып кететін жағдай, именно осы тойбастарды жасайтын кезде бізде двухсторонний глянец қажет. Қазір енді крышкасын клейлейтін боламыз. Ол үшін бізге бумажный клей қажет. Клейлеп болса, қазір тойбастарды бір-бірімен кигізетін боламыз. Міне анықтап қарап алыңыздар. Осының үстіне қазір крышкасын жабатын боламын. Крышкасы бізде оңай ашылым жабылады. Өте әдемі сыйлық.